Иә, мінекей, ассалаумағалейкум қазақ халқым. Мына Шығыс Қазақстан Буркутова деген ауыл. Міне, Шаманайх облыс, Шаманайх районының маңайында. Соған елден құлағымнан естіген, соған көзіммен көріп қайтайын деп келдім. Ресей Федерациясына жер беріп қойған. Жоқ деген ең кішкентай, ең жоқ дегенде 20 метр жер берген. 20 метрден бастаған шекарам бойымен 150-200 метрге дейін жерді беріп қойған. Анау қазақ зираты, ол қалды Ресейде. Міне, мына жақтың бәрі біздің қазақ болған, қазақтікі болған мына жердің бәрі. Түгелін берді. Анау жақтан ескі немене қалды. Міне, Ресей Федерациясының мына неменесін әкеп, столбиктарын әкеп құйып тастаған. Мінекей. Міне. Міне. Шын мәнісінде анау өзен, ана жақтың бәрі біздің қазақтікі болатын. Қазақ атамыздың. Қазағым, ұйықтап жатырмыз. Бұның бәрін кім істеген, кім рұқсат еткен, кім бергенін ешкім білмейді. Тып-тыныш бәрі рұқсат етіп беріп тастаған әне. Міне мынадан кеткенде ауылдың шетімен кеткен бұлай. Мына жақта анау тегі, анау зираттың ар жағында болған. Анау қарасаңыздар көрінсе, зираттың ар жағында, мынандай шекара ар жағында болған. Соны түгелін беріп тастаған қазақ. Мінекей, жылжытып бәрін ары қарай солдаттар жылжытып жатыр. Мен солдаттардан, өзіміздің қазақты солдаттарына сұраймын, мұны кім неткен білмейміз дейді, кім рұқсат еткен. Әйтеуір бізге хабар келді, ауыстырыңдар деп, соны ауыстырып көшіріп жатырмыз дейді. Балғадай қылқып апарып берейін. Мінекей, қазағым, білмеймін, қайда кетіп барамыз, не болып жатыр. Осыны көріп жүрегің ауырады. Мына Буркутова ауылы. Ар жақтан Шаманайхыдан бастаған, ар жағын бәрі сол. Келейінді көріп қайтайыншы дедім де, көріп қайттым көзіммен. Ең кішкентай бір солдаттарын сұрадым. Ең кішкентай дегенде 20 метр, ең үлкен дегенде 200-250 метрге дейін, 150 метрден бар, 250 метрге дейін жылжығамыз дейді. Ана жерлерді қарасаңыздар, 500 метрге дейін жылжып кеткен. Қазағым, осыны бір ойластырсақ, ойлансақ, қазағым, көзімізді ашайық. Қашанғы жем боламыз, қашанғы жатамыз. Мен енді өзімнің көргенім міне.